Сәлем достар, бүгін сіздерге асқабақтан дайындалатын ерекше тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен етімізді жақсылап қуырып аламыз. Мендегі ет сиыр еті, одан кейін сарымсақты, пиязды салып, дәл видеодағындай барлығын бірге қуырып аламыз. Етті пиязбен 30 минут бұқтырғаннан кейін үстіне сәбізімізді, картоп, нутымызды саламыз. Қалауларыңызша ащы бұрыш, дәмдеуіштер, тұз бұрышын қосып 10-15 минут бұқтырып аласыздар. 10-15 минут көкөністер бұққаннан кейін жақсылап барлығын араластырамыз да бір 10-15 минутқа тағы да қалдырамыз. Келесі асқабағымызды дайындаймыз. Асқабағымыздың үстіңгі жағын дәл видеодағындай етіп, қақпақ тәріздес етіп кесіп аламыз да, енді асқабақтың ішін тазалауға кірісеміз. Ішіндегі артық дәндердің барлығын алып тастаймыз, жақсылап тазалап аламыз. Міне дәл осылай тап-таза болу керек іші. Енді сыртын майлаймыз, себебі духовкаға салғанда күйіп кетпеу үшін. Енді ішіне жартылай піскен көкөністерімізбен етімізді салып, бетін жауып, 200 градустағы духовкаға 1 сағатқа салып пісіріп аламыз. Егер сіздердің асқабақтарыңыз үлкендеу болса, онда 1,5 сағатқа қалдыруларыңызға болады. Міне біздің тағамымыз дайын. Осындай ерекше әдіспен дастарханға ұсынсаңыз да болады, не болмаса тарелкаға салып, барлығын жақсылап араластырып та ұсынуға болады.